Сәлеметсіздер ме оқушылар? 5-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 7-ші сабақ қиял мен шындық бірлігі. Оқу мақсаты тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып жинақы мәтін жазу. Ендеше оқушылар, оқулығымыздың 105-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Сұрақтарға жауап береміз. Мына сурет қандай тәсілмен жасалған деп ойлайсың? Мұнда суретшінің қиялы қалай көрінген? Бұл жұмыстың авторы кім? Жарайсыздар оқушылар, бірінші, екінші сұраққа дұрыс жауап бердіңіздер. Ал бұл суреттің авторы Бен Хейн екен, атақты суретші және фотограф. Бен Хейн фотосуретпен қарындашпен салған суреттерді біріктіре отырып, қиял мен шындықтың араласқан әлемін жасап шығарады екен. Бұл картиналардың ешқандай құпиясы жоқ. Әуелі Бен қағазға салар дүниесінің жобасын сызып алады, содан соң нысанын шынайы бейнесінде суретке түсіріп алады. Артынан суретін фотошопта өңдеп, қаныққан түрлі түстер үстемелейді. Соның нәтижесінде таңғажайып туынды дүние келеді екен. Бары сол ғана. Әрине бұл үшін үлкен ерік жігер мен табиғи таланттың да керегі анық. Дәптерімізді ашып бүгінгі күн ретін жазып, жазылым тапсырмасын орындаймыз. Екінші тапсырмаға назар аударамыз. Суретке қарап, мәтін құрап жазыңдар. Онда мынандай сөз тіркестерін қолдануларыңыз керек. Жылқы бейнеленген, жаңа тәсіл, қиял мен шындықтың бірлігі, әсер етеді, жүйрік қиял. Үшінші тапсырма. Тыңдалым мәтіні. Тұмар, саған Бен Хейннің аты таныс па? Шетелдік жазушы болар? Жоқ, жазушы емес, бірақ ол өнер адамы. Жоқ, оның есімін естімеппін. Ол қазіргі заманғы жаңа бақытта сурет салатын адам. Айару, жаңа бақыт дегенді түсіндірші. Фотошоп дегенді білесің бе? Әрине. Екі не одан да көп фотоны қиюластырып, бір суретке жинақтау ғой. Ендеше, соны енді екі түрлі жанрдың қосындысы деп қара. Сонда қалай? Фотосуретпен қолдан салынған суреттің қосындысынан да таңғажайып дүниелер жасалады екен. Мен айтып отырған Бен Хейн осы жанрда жұмыс жасайтын суретші. Қандай керемет! Оның суреттерін көрсете аласың ба? Әрине. Интернетке кіріп, Бен Хейн шығармашылығы деп түймені бассаң, шыға келеді. Жақсы, міндетті түрде көріп танысамын. Жарайды. Одан алған әсерің туралы айтасың ғой? Әрине, міндетті түрде ой бөлісемін. Тыңдалым мәтіні бойынша 4-ші тапсырмадағы берілген сұрақтарға ауызша жауап беріңіздер. Келесі жазылым тапсырмасы 7-ші тапсырма. Салыстыр. Дерек көздерді пайдаланып, Бен Хейннің өмірбаяны туралы мәліметтерді табыңыздар. Оның өмірбаянын екі түрлі мәтін түрінде жазыңыздар. Алдымен өмірбаяндық мәтін түрінде, одан кейін Бен Хейн туралы мәліметтерді көркем әдеби мәтінге айналдырып жазасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.